Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мерген қыз. Сабағымыздың мақсаты өлеңдегі негізгі ойды анықтау, сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді, нақыл сөздерді қолдану. Сабағымызды бастамас бұрын сұрақ-жауап әдісін қолданамыз. Қазақтың батыр мерген қызы кім? Әлия Молдағұлова кім? Ол жөнінде тағы не білесіңдер? Жарайсыңдар балалар. Енді оқулықтағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Түсініп оқы және дәптеріңе жазып ал. Әлия Молдағұлова Ұлы Отан соғысына қатысқан батыр мерген қыз. Енді балалар, мен сендерге Әлия Молдағұлова туралы шағын мәлімет беріп өтейін. Әлия Молдағұлова 1925 жылдың 15 маусымында Ақтөбе облысы Қобда ауданы Бұлақ ауылында дүниеге келген. Оның шын есімі Ілия. Бала кезінде анасынан ерте айырылып, кейіннен ағасының қолында тәрбиеленген. Ал 1935 жылдан бастап балалар үйінің тәрбиесінде болды. 1942 жылы Әлия өз еркімен майданға аттанып, мергендер мектебінен үздік бітіреді. Ірі-ірі айқастарға қатысып, нағыз мергендігімен дараланады. Көрсеткен батырлығы мен ерлігі үшін Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Ал жақсы оқушылар, енді оқулығымыздағы Сағи Жиенбаевтың Әлия өлеңімен танысатын боламыз. Әлия, даламыздың даңқысың, балауса гүл балғын қыз, жанын қиып халқы үшін жанып түскен ақ жұлдыз, мәңгі жасап жерденді, биік бол деп таулардан, сенің балғын бейнеңді жасап қойдық мәрмәрдан. Бірге соқсын дүрсілдеп, туған жермен жүрегің, ауасында жүрсің сен, әнге қосып жүрелің. Балалар, осы өлеңіміздің ішінде өзімізге таныс емес сөз бар. Сол сөзді тауып көрейік. Мәрмәр, құрылыста пайдаланылатын сәнді жылтыр тас. Енді өлеңіміздің авторы Сағи Жиенбаевқа тоқталайық. Сағи Жиенбаев 1934 жылы Ақтөбе облысы Байғанин ауданында дүниеге келген. Балаларға арналған Қарлығаш, сыйлық атты жыр жинақтары бар. Жақсы балалар, енді оқулығымыздағы Әлия өлеңін іштей оқып шыға қойыңыздар. Жарайсыңдар балалар, енді оқулығымыздағы 6-шы тапсырмаға назар аударайық. Қажетті сөздерді тауып, нақыл сөздерді дауыстап айт. Демек, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, нақыл сөздерді оқуымыз керек. Қане балалар, енді тапқан жауабымызбен тапсырманың дұрысын тексеріп көрейікші. Ер есімі ел есінде, еліңді сүйсең, ерлік істейсің. Батыл болмай, батыр болмайсың. Өжет адам өлімді жеңеді. Тәуекелге бел буған адамды қорқыныш билемейді. Қорқақ қол бастамайды. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы таптыңдар. Жақсы, бүгінгі сабағымызды қорыта келе, дұрыс-бұрыс әдісін қолдана отырып, берілген тапсырманы дұрыс немесе бұрыс таңбасымен белгілеп шығуларыңыз керек. Ал қане балалар, тапсырманы орындайық. Жарайсыңдар балалар. Дұрыс-бұрыс әдісі арқылы берілген тапсырманы толық орындап шықтыңдар. Керемет. Енді балалар, үйге тапсырма аламыз. Үйге тапсырма Сағи Жиенбаевтың Әлия өлеңін мәнерлеп оқып, жаттап аламыз. Енді бүгінгі сабағымызды бас бармақ тәсілін қолдана отырып, бір-бірімізді бағалайық. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.